Алла сізге шешіп береді көп нәрсеңізді. Ойламаңыз, Алла маған қарамай қойды екен. Аллах табарака ва тағала менің жағдайымды ойламай қойды екен. Мен үйленуім керек еді, 30-ға келдім, әлі жүрмін, тиын тебен табамай деп. Біреу қызын бағып жатыр сізге арнап. Несібеңізді бар сіздің. Құранда айтылған сондай уәде. Ва халақнакум азважа деген. Сіздерді жұп-жұп етіп жаратқанбыз деген. Біреу сізге қызын арнап бағып жатыр, төрінде отырып. Баяғыда халықта сөз бар еді. Бір жігіт қыз іздеп жүріп, бір үлкен қарияға келді. Маған менің болашақ жарымды іздеп едім, соны тауып берсеңіз десе, әлгі қария әзіл шынын араластырып, ана бесікте жатқан қыз сенің жұбайың болады десе, ашуланып, ой бар береке деп пышағын лақтырғанда әлгі кішкентай сәбидің иығына қадалған дейді. Содан кетіп қалған ғой ана ашуланып. Біраз өтеді, үйленеді, жайланады. Со келіншегінің жанында жатса, иығындағы тыртықты көріп, мына тыртық не еді десе, бір ақмақ жігіт баяғыда иығыма қанжар лақтырған екен, сенің жұбың болса десе, теріс қарап жатып, бармағын шайнап жатыр дейді әлгі жігіт. Қалайық. Несібеңіз қайдан келетінін қайдан білесіз? Халық айтады ғой, уәлидің айтқаны ма, жындының садырағы келе ма дейді. Бауырлар, бақ шабама, бап шабама дейді. Алла Тағала сізге берген рызық несібесін баптап табасыз ба? Жоқ, бақпенен әйтеуір салама қайдан білесіз? Көп адамдарда бұл сөз бар. Бақ шабама, жоқ, бап шабама деп екеуін теңестіріп қойған. Яғни мына біреу шауып кетеді деген емес, әдейі екеуі тең деген. Біреу баппенен барады, жетеді. Біреу бақпенен барады, ол да жетеді. Өздеріңіз көріп жүрсіздер. Көп адамдар әшейін ПТУ-да оқып, әжептәуір жерде бастық болып отыр. Көп адамдар бар, институт, университетте 5-пен тауысып, базарда аяқ киім жөндеп отыр. Өтірік па? Бап шабама, бақ шабама. Біреулер рас білімімен, еңбегімен шығып жатыр. Абай атамыз айтпақшы, мансап деген бұл бір биік жартас, ерінбей, өрмелеп жылан да шығады, талмай ұшып қыран да шығады дейді. Сондықтан рызық несібе де бұл биік жартас. Талмай ұшып қыран да шығады, ерінбей өрмелеп жылан да шығады. Бірақ жыланның жолымен жүр деп айта алмаймыз. Адалдан тапсам да, арамнан тапсам да табайын. Осы рызық несібе кім берсе де мен тапқан нәрсем, өзімнің маңдай терім, өзімнің біліміммен таптым, ақылдылығыммен таптым деген небір данышпандар бар. Білімі жоқ адамдардың барлығы ақымақ, дүниесі жоқтың барлығы бейшара дейтін халықта бар. Көп тиыны бар адамдардың айтатын модный сөзі бар. Ақылың бар ма? Я, неге кедейсің дейді. Сонда ойлайды, ақылы бардың барлығы бай деп ойлайды. Оған имам Шафии рахматуллах алейхи айтады. Бір кісі сұраған ғой дәл солай. Сіз имамсыз, тас кедей болған екен ол кісі. Бірақ кедейсіз, жұрттар сізді ұстаз тұтады. Не деген ұлы ғалымсыз, бірақ дүниеңіз жоқ, неге бұлай ұстаз дегенде? Қанден ит егесінің үйінде жатып, майлы сүйек мүжісе, арыстан апталап аш жүреді деген екен. Бірақ ол арыстан, анау қанден ит. Бекер емес қой. Халықта сөз бар. Баяғыда ит арыстанның ұрғашысына масқаралап айтқан екен, бейшара, тусаң 2-ақ бала туасың ғой, бұл не бала, не туыс депті. Мен сияқты 8-9-ын таппайсың ба десе, арыстан айтыпты дейді күліп. Мен 2 тусам да арыстан туам, сен ит туасың ғой депті. Рас қой халайық. Аз тапсаңыз да адал табыңыз. Аз тапсаңыз да адал табыңыз.